Бишмиллах деп бүгін сіздермен осындай өте әдемі жеген сайын жегіңіз келе беретін жұмсақ бір жасағаннан-ақ жүректеріңіз жаулап алатын осындай кішкентай күлше нандардың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, керемет болып шығады. Алдымен ыдысымызға жылы суды, жылы сүтті, қантты, тұзды және аштығымызды салып араластырып аламыз. Міне осылай шамалы 1-2 секунд қана араластырып аламыз. Дрожь еру қажет, қант, тұз бәрі. Иленген ұнымызды ыдысымызға саламыз және қамыр илейміз. Артық ұн мүлдем қоспаңыздар, қыздар. Қамырымыздың басы осылай бірге бастаған кезде бөлме температурасындағы жұмсақ сармайды немесе ерітілген сармайды салсаңыздар болады. Ал енді саламыз және жақсылап илейміз. Егер жақсылап қамырдың июін қандырып илейтін болсаңыздар, қыздар, шеттеріне мүлдем жабыспайды. Бетін жауып көтерілгенше қоямыз. Көтерілгеннен соң өзімізге керек бөліктерге бөліп аламыз. Мен таразыға тартып, теңдей 6 бөлікке бөліп алдым. Дәл осылай бөліп көтерілгенше шамалы қоямыз. Көтерілгеннен соң алып, бетін шамалы ғана осылай басып, қатты емес, жай басып, дәл ортасын қатты басамыз. Себебі ортасы ісініп көтеріліп кетуі мүмкін. Ортасын қатты басып, вилкамен де міндетті түрде шұқып аламыз. Көбірек шұқыңыздар, сол кезде ортасы көтеріліп кетпейді. Ал енді табамызға салып, бетін жауып, көтерілгенше 15-20 минутқа қалдырамыз. 15-20 минуттан соң ортасын тағы бір мен осылай вилкамен шұқып шықтым, көтеріліп кетпесін деп. Сіздерге де осылай шұқып шығуға кеңес беремін. Ал енді бетіне тек қана жұмыртқадан смазка жақтым. Егер тек жұмыртқа болмайды десеңіздер, кішкене сүт араластыруға болады. Осылай жағып шығамыз толық бәріне. Ортасына қалауларыңызға қарай күнжіт дәндерін сепсеңіздер болады. Мен дәл ортасына қарасын және шеттеріне ағы мен қара, ақ пен қара күнжітті араластырып сеуіп шықтым. Әдемі көрінсін деп. Осылай бәріне сеуіп шығып, алдын ала қыздырылған пеште пісіріп аламыз. Міне біздің күлшелеріміз почти дайын. Міне осылай дайын болған кезде пешке салып жібереміз. Міне достар, біздің күлше нандарымыз дайын. Егер видео ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, пікірлеріңіз қалдыруды ұмытпаңыздар.